Қазақстан Суретшілер одағы басқармасының төрағасы, халық суретшісі Әбілхан Қастеев 1904 жылы Алматы облысы Панфилов ауданы Шежін ауылында дүниеге келген. Небәрі 3 жасында әкесінен айырылып, анасына көмектесіп жүріп, ерте есейеді. Қой бағып, жалшы болып, жер жыртып, түрлі қара жұмыс істейді. Бұдан өзге ағаштан сырға, сақина, мүсін жасайды. Осы өнері туралы білген ауылдағы қыз-келіншектер оны өрістен күтіп алып, өздеріне әшекей жасап беруге өтініш білдіретін болған. Бірде ауыл молдасының мүсінін жасаймын деп қатты ұрыс естіген екен. Суретші мектепке 25 жасында барған. Әбілхан Қастеев отбасымен Жаркентке көшіп барып, сол жерде бір байдың жалшысы болып жұмыс істейді. Фотограф Саламатов оның әсемдікке деген ерекше қызығушылығын байқап, жасаған бұйымдарын суретке түсіріп, Қызылорда қаласына жібереді. Қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушы кескіндемеші еңбек жолын Түрксіб темір жолынан бастаған. Дәлірек айтсақ, темір жолдың құрылыс жұмыстарына атсалысады. Арасында демалған уақытында тасқа сурет салады. Бірде тастағы Лениннің суретін бастықтардың бірі көріп қалып, суретшіні Алматыға оқуға жібереді. Осылайша мектепте оқи бастағанында жасы 25-те еді. Алайда оның білімге деген құштарлығы мен араб және латын жазуын өз бетімен үйренуі көп көмегін тигізеді. Мектеп директоры оның суретке деген қызығушылығын байқап, Николай Хлудов есімді суретшімен таныстырады. Хлудов Әбілхан Қастеевтің өзінің студиясына қабылдап, Жетісудағы ең танымал суретшінің сабағына қатысады. Суретшінің қызы Гүлдария Әбілхан қызының айтуынша, Хлудов ауылдан шыққан баланың талантына қатты таң қалған. Бұдан кейін әйгілі кескіндемеші досы Әбубәкір Исмайловпен бірге Мәскеудегі өнер училищесіне оқуға түседі. Бастапқыда жат жерде өмір сүру оңай болғанмен, көптеген ақшалай қиындыққа келеді. Оқудан тыс уақытта кескіндемеші Мәскеудегі мұражай, галереяларды аралап түрлі көрмеге барған. Тіпті бірде картина салып, оны Шығыс мұражайына сатады. Туындыларды сатып алушы Әбілхан Қастеев айтқаннан 2 есе көп баға ұсынады. Осылайша қазақ баласы бір күн ішінде жатақханасындағы бар қарызынан құтылады. Бірде суретші Мәскеуде жүріп қатты ауырып қалады. Кейін туған ауылына қайту туралы шешім қабылдайды. Емделген соң ауыл адамдарымен бірге азық-түлік әкелу үшін Қытайға аттанады. Қазақ шекарашылары оларды Қытайға өткізгенімен, аспан асты елі оларды ұстап алып түрмеге қамайды. Сол жерде олар аз тамақ ішіп, күні-түні жұмыс істеуге мәжбүр болады. Осылайша кескіндемешінің сырқаты бұрынғысынан бетер асқынып, төсек тартып жатады. Түрмеден амалын тауып қашып шыққанында оған бейтаныс шал көмек қолын созған. Оны күнде жеміс-жидекпен асырап, туыстары іздеп жүрген болар деп базарға келетін болған. Бір күні осы базарға Әбілхан Қастеевтің туысы келіп, оны елге алып кетеді. Сонда елі оны танымай қалған екен. Тіпті ауылдағы қариялардың бірі болар деп иіліп сәлем берген. Кейін алдындағы бүкірейіп тұрған адам күйеуі екенін біліп, дауыстап жылап жіберген. Осы жақтан олардың не алып барған есімде жоқ, бірақ Қытайдан азық-түлік әкелетін еді. Ашаршылық белең алған жылдар ол жаққа анам да барды. Қатты ағып жатқан суды кешіп өтетін еді. Кейбір адамдар ағыспен бірге ағып ажал құшып жатты. Шекарашылар бірден оны адамға өтуге рұқсат беретін. Бірақ аман сау қайтулардың үшін біз жауапкершілік алмаймыз деп айтатын, дейді қызы Гүлдария Қастеева.